15-ші май бұйырса Ташкентте ойын болады, соған өзбекше үйреніп жүрмін. Жалпы братан футбол не аласың ба? Жалпы ма? Жаңа ойынның алдында байқап қалдым, сіз мисс Казнуда жүрдіңіз. Ол бір мотивация ма қалай? Ол деген жеңіске деген бір қадам. Это наша общая победа. Мы все семья. Эзді, айына бір матч ойнаса, біз айына 2 матч ойнаймыз. Damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. Спортивный группта единальтеті деген сияқты. Да, поприветствую. Сәлем достар, домалақ бастар. Бүгін футбол ойнап жүріңіздер, футбол ақша келетініне біліп жүріңіздер. Бүгін Сатпаев пен Картоп арасында жолдастық кездесу. Бұл ойын өте ерекше, шынымен де жолдастық болатын сияқты, барлығы таниды. Профтар жоқ, любительдер жоқ. Ал енді қарсыластарға сәттілік, бізге жеңіс. Картоп сило! Қазір жігіттер намаздарын оқып, ауыздарын ашып болып жатыр. Бірде ең бірінші Кука, екі кішкентай мәпелеген қыздың әкесі. Бүгінгі матч туралы. Екі қызым бар. Екі қызы. Біріншісі залетпен. Гол саласың ба? Яғни бірдей сұрақ қой саған. Шықсам салам. Шықпасам саламаймын. Келесі бізде. Қазылаймын. Алла қаласа енді бүгін точно салу керек. Алдында момент болды, бұрысы болмай қалды. Көрдіңдер ғой. Ошол енді момент болса жібермеймін. Жеңге айтты ма гол сал деп? Жоқ, жеңіс мамашка айтты. Болды, мамашка айтты святой. Келесі бізде кім бар? Өткен ойындағы Картоп пен СДО матчында ең үздік ойыншы десем болады. Менің версиям бойынша Алишер Құнысбаев. Біздің Али братан, ассалаумалейкум. Братан, бүгінгі ойын туралы кішкене. Жалпы енді қарсыластарда оңай қарсылас болмайын деп тұр. Бәрі жақсы, жігіттердің настройы керемет. Бұйырса жеңіске жетуге тырысамыз енді. Алдыңғы жеңіс серияны жалғастырып. Мінекей, братан айтады, четко, красиво. Неде біздің қасымызда үздік қорғаушы. Менің ойымша. Алейкум ассалам. Марго Фловерстың основателі. Ассалаумалейкум. Не айтайын? Ойын туралы. Ойын өте керемет болады деген предвкушение бар. Соперниктеріміз мықты дайындалып жатыр кәдімгідей. Бізде енді далада жатқан жоқпыз деп шын. Бізде сауыс елдің болған емес. Бізде бүгін жеңіске жететін настрой өте керемет. Ауызбіршілігіміз өте күшті болып отыр. Енді бұйырса жеңіске жетеміз. Әрі қарай жалғастырамыз. Неке, капитан қайда? Капитан іште ма? Сен маған капитанды көрсетмей, саған команданы айтам дейді, Дәурен. Ой. Ойын туралы, капитансың ғой. Ойын туралы ойын кішкене ауырлау болады, себебі алдында эмоциональный матчтан кейін қазір эмоцияның бәрі шығып кетті да, шыны керек. Қазір енді бізге қарсылас команданың эмоциясы, настройы жақсы, бірақ максимально енді бой береміз деп ойлаймыз. Кешегі Алатау мен Қайрат матчын білетін шығарсыз. Көрген шығарсыз. Комментарий оқыдым. Айтады, ол жақта шынымен де шоу матч болды дейді. Сіздің ойынша шоу матч деген қандай болу керек? Шоу матч деген негізі, шоу матч деген сондай болу керек. Біздікі қарғын матч па? Любительский қандай уже правиламен таза ойын болды да. Бірақ та в основном жұлдыздар. Енді ол да шоу матч, біздікі де шоу матч қой. Медийный адамдар ойнап жатқаннан кейін ол шоу матч болып есептеледі. Мінекей достар, қателеспеңіздер. Енді бізде бүгін жаңа кроссовкаспен, жаңа бутсымен. Нұрдаулет, бүгінгі бутсыйың туралы айтсаң? Бүгін бутсыйым арнайы роза деп аталады. Тікендері бар. Әдейі күрчойын тебуге арналған ғой мына қарсы. Достар, игровой ойын көрдіңіздер ғой. Ойында да осылай ойнайды, бұйырса. Жаңа ойынның алдында сізді байқап қалдым. Мисс Жұбанов деппін ғой. Қайттан болсын, мен қайттан берейін. Жаңа ойынның алдында байқап қалдым, сіз мисс Казнуда жүрдіңіз. Ол бір мотивация ма қалай? Ол деген жеңіске деген бір қадам.
мына қыз демекші Ахонға кезек берейік. Ахон. Маған чисто тоқал жайлы сұрақ қойшы. Жалпы сен мынандай қыздардың арманысың ғой шіркін. Менен кейінгі әрине. Жалпы Бутсиге қарасам бір қатты ойнайтын бала сияқтысың. Енді бұл бутсы негізі былай әдемі көрінгенмен арзан тұратын бутсы. Бір 18 мың теңге ма сондай тұрады. Қалтасына түсіп қалады да. Сол 1-2 матчқа алғанмын ғой. Саған подарить етсем бұйырса. Көрдіңдер ғой да? Бізде кім бар? Бізде проф ойыншы. Проф ойыншы Кана. Алда комментаторлар дұрыс айтпады. Бұл негізі жұмысы бар адам ғой. Бұны күні-түні футболмен айналысады деді. Бұл ойын туралы. Жеңеміз бүгін. Үздік қақпашылар. Қақпашы несіне қобалжып тұрмын сенің қасында. Үздік қорғаушылар. Мінекей Роналдоның көзін көрген ақиық Адик братан Картоп ТВ. Том, не істеп кеттің? Өзбекше өлең байқадың ба? 15-не дайындалып жатырмыз. 15-ші май бұйырса Ташкентте ойын болады, соған өзбекше үйреніп жүрмін. О, Мичи! Ассалаумалейкум, бро. Как ты? Что там? Не айтамыз? Митиді көріп бәрін ұмытып кетіппіз ғой. Ойын туралы кішкене айтсаңыз. Ойын туралы енді бұл андай хоккейде болады ғой. Капитаннан кейінгі ассистент дейді. Атлет. Иә. Енді бұл ойын қалай айтсам болады, Дидардың командасымен болғандай қатты бір жігіттерде не жоқ, қалай айтсам болады. Олар бізге кішкене не берді ғой андай. Нервқа тиіп сондай болды ғой. Бір-бірімізге кәдімгідей басы шоу болып артышын болып кетті ғой. Енді бұл матч ондай болады деп ойламаймын. Жақсы болатын сияқты. Егер де гол салып жатсаңыз қалай қуанасыз? Болды. Біз негізі екеуміз Батя Роналдоның фанатымыз. Батя қайда барады, соған болельщикпіз. Аха, мен даже Роналдомен фотоға түскем. Сенбесеңдер, қараңдар менің страницамда бар. Дальше кеттік. Мінекей қарсылас командалар шығып баратыр. Настрой өте мықты. Арман Пірманов мырза. Уалейкум. Кіташниктер. Мінекей қыздар, жігіттер мұнда входта. Жігіттер, қыздар, билетсіз ешкімді кіргізбейміз. Таныс. Кереңіз. 2004 вообще. Қазір мына біз ойнайтын Жасқыран стадионы. Центральный стадионынан айырмашылығы. Мұнда шамалы искусственный. Бірақ Қазақстан бойынша ең искусственный жағынан ең мықты. Мінекей біздің қонақта Сатпаев құрамасының белді ойыншысы. Бексұлтан, братан. Қалайсыңдар? Жақсы. Бүгін соперниксің? Ойлаш. Ойлаш. Ойын туралы кішкене. Ойын туралы ойын қызық болады сияқты. Жалпы, братан, футбол ойнайсың ба? Жалпы ма? Негізі. Ойнамаймын шын айтайын. Бір мектепте ойнаған болмаса бір. Футболдың бывает разный. Қандай футбол түрі болады? Мини-футбол, спорт залдағы футбол, өмір Қазақстан атылып қалатын футбол. Осымен доғарамыз. Жақсы, братан. Болды. Мінекей өткен ойындағы шоумен. Кәмбі уважениенің патологын ойған көрсетеші. Африканский жен ғой. Африканский Нұрлан ағам айтқан сөйтіп көрсет деп ше. Уважение білдірші сол ол сыртты елден келген адамдарға уважение көрсеттім. Жақсы. Бүгінгі ойында қандай уважение көрсетесің? Мындай ма? Бүгінгі ойында қара нәсіл адамдар жоқ екен. Просто өзіңіз бауырларға. Сарайо. Анақасио, сәлемдама. Бұл біздің коуч. Коуч. Мен сізге әңгіме айтпаймын, сіз лучшийсіз. После игры стоясың. Болды. Көрермендер әлі жиналған жоқ. Мінекей билеттер өткен шығар деп ойлаймын. В основном Сатпаевтың нелер жүрген сияқты. Волонтер қыздары. Дәке, давай, Дәкенің ударын көрбайшы міне. Давай, Дәке. Салмасаң отжимание он рет. Бәрібір, салмасаң отжимание. Давай, он рет отжимание. На центральном стадионе, правильно Даурен говорит, игру выиграли, но все, это уже история. Сейчас новая игра, новая история. Звездную с головы убираем. Надо нам статус держать. Сильный спортсмен, он как ценится? Чемпионом легко стать, но надо статус всегда держать. Я увидел, что здесь у каждого есть характер. С вами можно работать, поэтому я сюда на игру приехал. Потому что у меня в первую очередь задача на победу. Я у каждого вижу, здесь глаза горят только на победу. Также с высоко поднятой головой, с хорошим настроением мы должны отсюда друг друга посмотреть в лицо и выйти.
И уйти с хорошим настроением, друг другу руки пожать. И что победа была за нами. Я вас знаю, доверяю. Мы должны на все 100, 200 друг за друга выложиться. Находи позицию! Если мы выиграем, 15 у нас в Узбекистане, в Ташкенте. С Айраном. Вы знаете, да? Здорово! Красавчик. Все, пауза! Пауза! Еще на автобусе, да, поедете? Да, автобус вот так, граница привезли, вот так, узбеки, казахи все. Интересно, Карабахстан будет там. Шири, Мэтью, смотри! Мэтью, смотри! Я громче просто, громко говорить. Здорово! Здорово! Алишка, 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 Алишка! Он 15 май бұйырса Ташкент қаласына Өзбекстан еліне барамыз. Ташкент вообще Өзбекстанның тоже медийный адамдарымен керемет ойын ойнап тұр енді. Тоқтатпаймыз бұйырса. Әзді айына бір матч ойнаса, біз айына 2 матч ойнаймыз. Білля, Алиш! Нағылдың! Давай за тобой! Әркім өз үшін емес, команда үшін ойнайды. Содан кейін воротаға ұрды ма болды ол. Решение принимать ет қойды. Наоборот, поддержка берейік, ей, мас. Нағын ұрдың демей, бір-бірін жігіттер, енді, артық адамдар шыға тұрайық, жейсі, өзінің командаға жігіттер айып өтіндеші. Видео. Ойын бізде просто для профессиональный өзіміз ұстайық. Пас, бердім пас, момент салайық болды солай да. Ана пихать етіп, лишний раз боқтап, ондай керек емес. Ойнайма жестко, ойнасын, оларға судья бар ортада болды. В первую очередь, с головой все выбираем. Видно, игра наша. Они почему атакуют? Вы заметили, мы сами ошибки делаем. Кто-то по мячу промазал, кто-то хочет между ног проверить. И они сами атакуют. Понятно, шоу-матч, но в первую очередь дисциплина должна быть. Дисциплина у нас, если на поле будет, 2, 3-0, 4-0, даже если счет будет, не надо себе позволять. Давай, давай, давай,
Каждый за каждого. Газон горел. Газон прям видно было, что вы хотите к победе прийти. И мы друг за друга отпахали. Мы с Абике просто наслаждались вторым таймом. Братья, вот так вот на игры надо выходить. Вы все отпахали друг за друга. Это наша общая победа.